Міне жолға шықтық. Қандай керемет Қазақстанның даласы. Шымкентке кетіп бара жатырмыз. Алматыдан бір 150 шақырым жүріп тастадық уже. Қараңыздар. Әлі күз болған жоқ, жап-жасыл. Алматы облысы. Кішкене әлсіз жолға түстік. Осыншама жол 160 километрдей барау. Жаман жол. Осыған да шүкір енді. Міне түнде кешкі тамақ жейтін болдық жолда. Анау Шымкентке жақындап Тараздан өткен жерде осылай үлкен столовый бар екен. Қазақтың кішкентай қыздары. Тамақтар мықты енді мына оңтүстікте. Бурдақты қараңыздар. Шымкент Сити Молл. Қандай әдемі қала болып кеткен ей. Шымкент үлкен өзгеріс пайда болды. Түркістандағы қонақ үй. Біз енді 5 адам болған соң семья болашақ. Мына жақта да 2 адам отыр. Мына жерде 1 адам жатуға болады екен. 2 креслосы бар екен. Жаман емес. Бағасы ойдағыдай 20 000 теңге. Бұл Түркістан міне өзгерген. Мен оқыған университет Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті әне тұр. Қазір қалай өзгеріс болған екен, Міне. Вот. Осы алдымызда. Анау күмбез тұр ғой, 5 сияқты. Осы университет. Что за флагтар тұр? Қожа Ахмет университеті деп жазылған. Маған вообще көрмейді. Қандай флагтар тұр? Маған көрмейді вообще. Қазақстан, Түркияның флагы. Анау артындағы главный корпус. Фото. Осы жерде оқыдым. Қандай тамаша. Жаңа Жеті Таңдыр деген рестораннан шығып, тамақ жеп, мына жаққа келдік. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Түркістан осындай дамып кеткеніне қуанып отырмын. Бәрі әдемі. Керуен сарай жағына кетіп бара жатырмыз. Түбі бір түркінің қасиетті сарай шаңырағы. Керуен сарай. Керемет жер екен. Қандай әдемі жасаған. Түнгі кесене. Түркістанның кеші. Арал теңізі. Әлсіз арал. Кішкентай болып қалды. Өзен болып қалды ғой. Сәлем көпшілік, Арал деген жерге келдік.
Арал ауданына ауылыма түсінбей қалдық. Гостиницаны әрең таптық. Бір тамақ жейтін ресторан кафесіне кірдік. Қазір енді көреміз. Аралдан сәлем. Міне Аралға келіп балық жейтін болдық. Осындай балықтан жеп көрейік. Аралдың балығы. Біздегі Аралдағы гостиницамыздың түрі. Жерге көрпеше, нағыз ауылдың жағдайын. Ауыл байышке гостиница дейміз бе? Басқа гостиницаға да барып көрдік. Bir гостиница бар екен, Арал деген. Орын жоқ. Басқа гостиница бәрі. Мына шопыр жолдастар жататын гостиница сасып кеткен. Сонымен бала шағаны осындай гостиницаға келіп жатырмыз. Жаман емес, тазалығы бар. Енді қызық жері осылай екен. Өзінің туалеті бар екен. Болды дедік. Осыған да шүкір дедік. Ақтөбе жаққа кетіп бара жатырмыз. Аралдан біраз шықтық. Жердің табиғаты өзгеріс пайда болды. Кішкене қоңыр жайлау, әдемі болып келе жатыр, сағайып қалса да. Анау Арал жақта мүлдем шөп өспейтін жер ғой, тұзды жер. Мына жақта уже міне шөп өскен, кішкене жайлау түрі бар. Кішкене біраз табиғат өзгеріс пайда болды. Вот міне жақсы жол. Қазақстанның жолы деп. 80-90 мен жүрмесек, 60-70 мен кетпесек өлтіреді. Алматыдан келатқанда бір жол болды енді, жөндеп жатқан жол. Одан басқа Аралдан өткен соң шамалы бір 60-70 километр әлсіз болған. Енді мынау тағы басталды. Қанша километр болады екен білмеймін. Хромтауға кетіп бара жатырмыз. Ақтөбеге. О, міне Ақтөбе облысы Хромтау деген жер осы жерде. О, шырқына күнбағыс деген нәрсе осы ғой. Шекілдегі семечка шығатын мына. Күнбағыс. Жетеді екен мына жақтың бәрі күнбағыс. Енді ғана өсіп жатыр екен мыналар. Жаңа үлкендері де бар. Күштеген. Тамаша. Осындай ауыл шаруашылықты дамыту керек қой. Қазақстан не көп, жер көп. Қараңдар. Ой, достар, мынандай жолмен жүрмесең Қазақстан болмайды ғой. Қандыағаш дейді. Әрине, мынандай жолмен Қандыағаш болмағанда не болады? Мынандай жолмен жүрмесең Қазақстанның мемлекет емес пе деп түсініп қаламыз ғой. Доссор деген жердегі Нұрай деген гостиницаға келдік. Бала шағаға жақсы екен. Bir бала мына жақта, bir бала мына жақта. Кішкентайда ертең мына жаққа жата саламыз. Семейная гостиница пойдет, жақсы. 15.000 теңге. Душ, ванна, туалет бар екен. Болды. Мынаны не деп ойлайсыздар? Көлшік деп ойлайсыздар ма? Қар деп ойлайсыздар ма? Жоқ, мынау тұз. Қараңдар, әппақ тұз. Бейнеу ауданы. Үйлерін қарасаң, жағдай жақсы сияқты. Енді мұнайшылар ғой. Қазағымыздың әрбір ауыл аудандары осы Бейнеу сияқты болып, Бейнеу ауданы сияқты болып дамыса екен деп тілеймін. Міне Маңғыстауға келдік. Маңғыстау деген осы тау. Қандай тамаша. Алтымызды қара. Кайф па? Қандай тамаша жері. Жердің жері деген осы ғой міне. Қандай керемет. Мынандай әдемі ғой. Домбыраны осы таулардың үстіне шығып, домбырамен ән салған адайдың күйін қойып. Қандай тамаша. Нар. Қазақстандағы Шетпе деген ауыл тобы. Әдемі ауыл екен. Міне Қазақстандағы ең жақсы
Bilmeymiz әйтеуір. Кетіп баратырмыз. Мына жаққа қарай жүрейінші, сол жаққа қарай. Болды. Илья Молдағұлова, Батыр. Солмай емес қой. Қателескен емес қой. Ақтау, Аржақ, Каспий. О, міне Каспий. Каспий. Қандай тамаша. Каспий. Ақтау тағы бір жеріне келдік. Ар жағы мына жақ Каспий екен. Ғимараттардың атын білмеймін. Ақтау шаһары. Үйлерді келістіріп салып деді. Әдемі ары қарай тағы салып отыр екен. Ақтауға келіп кешкі тамақ. Палау, қазы палау екен. Мұндай бір шай бар екен, тары шай деген. Сүт қосса тіпті жақсы болар еді. Мына сүт қосып алуға болатын шығар. Мынандай көк шай бар екен. Мантының түрлі-түрлісі бар. Ақтау қаласындағы хотелға келдік. Қазір көреміз. Жап-жақын қыс суытына ойға пожарный ситуация болса не болады екен. Іші крутой екен. Бөлек жақсы. Ремонт жақсы. Біз 5 адамбыз ғой. 24 мың теңге. Ақтау қаласының ортасында. Енді мақтау жатыр дейме? Так, мынау төсек, мына жақта 2 төсек. Балконы жоқ. Кондер істейді. Жақсы, пойдет. Кем алсақ болды ғой. Өздерінше керемет қып. Система істеп қойып. Карточка. Лифтқа дейін карточкамен ашар екенсіз. Достар, қараңыздар. Ақтау. Каспий. Қандай керемет, е? Каспийдің толқыны дейме? Қазір жақындап тағы түсірем. Каспий. Арғы бетте Баку, бергі бетте Ақтау.